Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай керемет хрустящий пирожки жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Қандай болған? Күшті болып піскен толықтай. Бізге жарты кесе сүт, бір ас қасық қант қажет болады, және де бір ас қасық қаймақ, және де шамалап майонез саламыз, тұзымыз саламыз, және де қамырымыз жұмсақ болу үшін шемішкі май құйып жібереміз. Осының үстіне ыстық суымызды құйып, суымыз қатты ыстық болмауы қажет. Бір шай қасық дрожжамыз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды жаймендеп осылай салып отырып, қоймалжың қамыр жасаймыз. Ұнды бірден көп салып жібермеңіз. Жарты сағатқа қамырды осындай сұйық күйінде қойып қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз тез ашитын болады. 20 минут немесе жарты сағаттан соң қамырымыз осылай көпіршіп шығады. Оған ұнымыз жаймендеп салып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салып жіберсек барлығын, ол кезде қамырымыз тастай болып қалады. Сол үшін мен кез келген қамырды илейтін кезде ұнымды жаймендеп салып отырам. Сол кезде қамырымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашып шыққан қамырымызды осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен шағындап етіп пісіргім келді, сол үшін осындай кішкене бөліктерге бөлдім. Өйткені шағын пирожкилерді тапаға пісіруге де ыңғайлы, жегенге де ыңғайлы деп осылайша шағын етіп пісірдім. Осылайша қамырымызды домалақ пішінге келтіріп аламыз. Қамырымыз дайындаймын дегенше салмамызды дайындап қоямыз. Мен картошкамен қуырылған жуаны араластырдым, және де тұз, бұрышын салып осылай алдын ала дайындап алдым. Қамырды қатты жұқа етіп жаймаңыз. Видеода көрсетілгендей шамалы қалыңдау етіп жайсаңыз, пирожкиіңіз жұмсақ, керемет болып шығатын болады. Бауырсақ пісіргенде де сондай. Қамырымды барынша қалың етіп жасауға әрекет жасаймын. Сол кезде томпақ, жұмсақ болып шығады. Пирожкиде де духовкаға пісірсем де, газге майға пісірсем де, қамырымды шамалы қалыңдау етіп жаюға әрекет жасаймын. Сол кезде жұмсақ болып шығады. Қалың қылу керек деп қатты қалың қылып жеуге де болмайды. Өйткені майға салғанда енді піспей қалуы мүмкін, арасы орташа деңгейде қалыңдықта осылай пирожкиімізді түйіп алатын болады. Қызып тұрған майға осылайша пирожкилерімізді салып пісіріп аламыз. Отыңыз қатты болмауы қажет. Беті тез пісіп қызарып кетеді де, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті қатты отта пісіруге болмайды. Менің пирожкилерім қып-қызыл болып шығуының себебі мен қамырына қант салдым. Егер қант салсаңыз, пирожкилеріңіз осылай қып-қызыл болып шығады. Егер қамырыңызға қаймақ, қант қоспасаңыз, ол кезде сап-сары ақшылдау болып шығады пирожкиіңіз. Пирожкидің қызыл, жұмсақ болу себебі құпиясы қант пен қаймақта. Мінекей пирожкилеріміз дайын, ас болсын.